Қияр адам ағзасын шлак пен зиянды заттардан тазартып, ағзаны дәрумендер мен минералды заттар қорымен толықтырады. Себебі құрамында көптеген пайдалы элементтер бар. Сонымен қатар, қиярдың дәрілік қасиеттері адамға ежелгі заманнан мәлім. Терінің күйген немесе зақымдалған жерін қиярды қою арқылы емдеуге болады, және косметика саласында да үлкен орын алады. Ол көптеген теріні ағартатын кремдердің құрамында бар. Ендеше, қиярдың денсаулыққа пайдасымен таныса отырыңыздар. Қиярдың 95% судан тұрады, ал мұның құрамында су тірі су болып табылады. Сонымен қатар, құрамында ақуыз, аз мөлшерде көмірсу, глюкоза, крахмал, фруктоза және В, С тобындағы дәрумендер бар. Калий, фосфор, кальций, магний және басқа да микроэлементтер мен асқазан қорытуын жақсартатын органикалық қышқылдықтар бар. Құрамындағы осы заттардың арқасында ерекше қасиеттерге ие. Қияр көкөнісі адам ағзасына көп пайдасын тигізеді. Қиярдың тағы да бір ерекше қасиеті ағзаға артық майдың жиналуын болдырмайды. Себебі мұның құрамында болатын тартрон қышқылы майды ерітеді. Сондықтан да артық салмақтан арылғысы келетін жандар үшін ең тиімді көкөніс болып табылады. Сонымен қатар, бұл оңай нәтижелі, әрі пайдалы және зиянсыз екенін ұмытпағанымыз жөн. Алайда арықтау үшін қияр диетасын бір апта ғана ұстау қажет. Қиярдың ерекше қасиеттері: асқазанның қорытуын жақсартып, астың жылжуын тездетеді. Сондықтан да іш қатып, асқазанымыздың қорытылуы нашарласа, қияр диетасы сізге жақсы көмектеседі. Буын қабынуын, артрит емдеуге ең жақсы дәрі. Ағзадағы қышқылдың тепе-теңдігін бір қалыпта ұстайды. Зиянсыз қуықты тастардан тазартып, зәр айдайтын табиғи дәрі. Ағзадағы тұзды сулар балансын қалыпты етіп ұстаушы. Жүрек, қан тамыр ауруларын емдеуші. Гипертония ауруын болдырмайды. Теріні тазартып ағартады. Тіс жегін емдейтін ең тиімді табиғи дәрі болып табылады. Құрметті көрермен, егер де видео сізге пайдалы болса, арнамызға тіркеліп лайк басып қойыңыз. Біз сіздерге дәрігерлер айтпайтын құпия ақпараттармен бөлісіп отыратын боламыз.